Ел ішінде күрмеу шешілуі қиын болып жүрген мәселенің бірі бейіт салу бәсекесі. Бұл дүниемен қош айтысып кеткен марқұмдарды жерлегеннен кейін басына зәулім сарайда етіп бейіт салу бүгінгі заманда етек алды, әрі бұл бәсекеге айналып та кетті. Дегенмен көрші елдерде бұл проблема шешімін таба бастады. Бейіт салу бәсекесі тақырыбына Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы ден қойып көлемді мақала жариялапты. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Портал бұл проблеманы жан-жақты қаузап, тиісті адамдарды сөйлете келе ашып көрсеткен. Мақалада алдымен бейіт салу бәсекесінің Қырғызстанда қалай шешімін тауып жатқаны айтылады. Таяуда Қырғызстан билігі зираттарды заманауи стандарттарға сәйкестендіру үшін бірыңғай дизайн енгізуді жоспарлау туралы сөз қозғаған екен. Қырғызстанның сәулет, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мемлекеттік агенттігінің директоры Нұрдан Орынтаевтың айтуынша, жаңа дизайн қол жетімділікпен қарапайымдылықты қамтамасыз етуі тиіс. Діни дәстүрді ескере отырып әзірленген бұл жоба қажетсіз сән салтанатты жоюды көздейді. Оған қатысты алғашқы дизайн нұсқалары Қырғызстанда жақын арада ұсынылмақшы. Елімізде ескерткіштері бар молалар көп. Ескерткіштерді орнату халық үшін қымбатқа түседі. Біз мұны ретке келтіруіміз керек. Қателеспесем, заң бойынша зираттарды соңғы жерленгеннен кейін 40 жылдан кейін қайтарып алуға болады. Жабық зираттар бар, бірақ ол жерлерде мелиоративтік жұмыстар жүргізілмеген. Мұның бәрін ретке келтіру керек, деген қырғыз шенеунігі. Мақалада осындай мәселе Қазақстанда да бар екені айтыла келе, осы күні элиталық деуге келетін зираттар пайда болғанына көңіл бөлінген. Онда бізде де бірінен бірі өткен кәдімгі сарай іспетте зират көп. Басқа қаланы айтпағанда Алматыдағы Кеңсайды кәдімгі элиталық қабір қалашығы дерсін. Тіпті қайтыс болған кісіге қабірді мрамор мен граниттен салатындар бар. Соған қарағанда қабір салу бәсекеге мақтанға айналып кеткен сияқты. Құны 250-300 мың долларға дейін баратын қабірлерді көргендер, менің тұратын үйім мұндай емес қой деген ойда қалғанда шығар, кім білсін, делінген. Мақала ізімен баяндасақ, бірде Астана қаласындағы Сәдуақас қажы Ғылмани мешітінің наиб имамы Саят Серікұлы Астананың маңайында құны 40-50 миллион теңге болатын қабірлердің бар екенін айтқан. Оның сөзінше, бұл елде зират орнатудың жалпыға ортақ тәртібінің болмауынан, тіпті дін өкілдері Қазақстанда 30 жыл ішінде жерлеу мәдениеті мен ережесі қалыптаспағанын айтады. Әркім өз бетінше зират тұрғызатындықтан адам жерлеуге арналған орын тапшылығы байқалады. Шын мәнінде бағалы материалдардың қайтыс болған кісіге ешқандай пайдасы жоқ. Бұл бірінші кезекте үлкен ысырап. Одан да бұл қаражатқа кедейлердің баспана мәселесін шешуге болады. Осы жақсылықтың сауабы қабірге барады. Шариғатта марқұмның атынан жақсылық жасау құптарлық іс. Біреу 5 метр жер алса, енді бірі 50 метр жерге иелік етіп алған. Зират салатын орында әкімшілік белгілейді. Ондай орындар 5-6 жылдың ішінде толып қалады. Егер зиратта ірі құрылыс жүрмегенде, жерлейтін орындардың жартысы бос болар еді, деген наиб имам Саят Серікұлы. Белгілі дін танушы Қайрат Жолдыбайұлы зират салуды бір ізге түсіріп, ортақ стандартын енгізу қажет деп есептейді. Ол бұл Түркияның тәжірибесінде де бар. Түрік зираттарының көпшілігі қарапайым, марқұмдардың басына мәрмәрден құлпытас қана қойылған. Өліге құрмет деген желеумен бейітті мұражайға айналдырып жіберу, зират басына мазар салу, мүсіндер орнату секілді дүние көзге ұра қоймайды. Өмірден өткендердің қабірі басына қымбат тастардан мазар тұрғызудың орнына сол өмірден өткен кісілердің атынан жетім жесір жарлы Жақыбайға садақа беріп, дұға жасағанды құптайды деген пікірін айтқан. Ал дін танушы Мұхиддин Исаұлы зиратты бірізді ету мәселесін Ержан Малғажыұлы бас муфти болып тұрған кезде де көтерген. Мағанда тапсырма берген еді. Кейін зерттеп қарасам, Қазақстанда зират орнату мәселесі тереңде жатыр екен. Тіпті біреулер кәсіпке айналдырып алған. Мұнда үлкен ақшаның басы қылтияды. Сондықтан Қырғызстан қолға алып жатса да, Қазақстан бірізділікке келтіре қояды дегенге сенбеймін. Онда да ауылды жерлерде ғана орындалуы мүмкін. Ал бай бар, басқасы бар, ауқаттылар тұратын үлкен қалаларда бірізге келтіруі қиындау. Мәселен, пантеондарға ешқандай ереже жүргізе алмаймыз да, бірақ басқаларға тыйым саламыз ба? Тепе-теңдік сақталмаған соң, әркімнің өзі білетін ісі ғой деп жылы жауып, елдегі нақты шаруалармен айналысқан жөн шығар деп ойлаймын, деп жауап берген.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Ағабек Қонарбайұлының айтуынша, бұл мәселені көтергелі 10 жылдан асқан. Бұл бағытта арнайы имамдар форумы өтті. Нәтижесінде зират және зиярат мәдениеті деген құжат қабылданды. Онда зиратты қалай тұрғызу керек және зиярат еткен кезде қандай әдеп сақтау керектігі жазылған. Ең маңыздысы қабір орнатудағы ережелер қамтылған. Біз енді ұсыныс ретінде айттық. Әрине, мешіттің имамдары жамағатқа түсіндіріп насихаттап жатыр. Сондай-ақ діни басқарма жанынан зират салуды реттеу үшін арнайы қамқор шарапат салттық қызмет көрсету орталығын аштық. Оны ашудағы мақсат халық арасында зират тұрғызу мәдениетін қалыптастыру. Орталықтың қызметіне жүгінген азаматтардың жерлеу рәсімі міндетті түрде діни басқарма бекіткен ереже мен тәртіп бойынша жерленеді деген баспасөз хатшысы. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.